Саламатсыздар ма, қайырлы күн, құрметті жасөспірімдер, сіздермен бірге артуымен және кемуге байланысты есептерді талдайтын боламыз. Соңынан жақсылап қараңыз. Біріншісі мына кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия болғанда қалай болады? Егер, мысалы, мысал айта салайын, массасы 4 есе артты десін, 4-ке көбейтеміз, иә? Артты кемір деген естеріңіз болсын, мынандай тұрақты сандарда бірден құртасыздар. Демек, екеуі бір-біріне тура пропорционал. Өйткені бөлшекті былай қарайтын болсаң, кинетика бөлшектің жоғарысына әрқашанда тура пропорционал, ал бөлшектің төменіне қандай пропорционал? Кері. Осыны дұрыс түсініп алайық. Былай тура, былай кері. Демек, масса 4 есе артса, кинетикалық энергияда 4 есе не істейді екен? Артады екен. Мысалы, жылдамдығын 2 есе артты деп берсін есепте. Бірақ оның квадратын ескересіздер. Квадратпен кинетикалық энергия неше есе артады? 4 есе артады. Осы нәрсеге дұрыстап мән берейік. Өйткені квадратта ескермей кетуге болмайды. Тоже сондай. Масса 2 есе кемісе, тоже кинетикалық энергия 2 есе кемейді. Жылдамдығы 2 есе кемісе, квадратымен кинетикалық энергия 4 есе кемейді. Осы нәрсеге дұрыстап мән береміз. Ал егер былай болатын болса, потенциал энергия mgh. Просто так былай қарайтын болсақ, мынаның астынан бөлшек жоқ. Демек, мынаның барлығы бір-біріне қандай пропорционал? Тура пропорционал. Масса 3 есе артса, энергия 3 есе артады, h 4 есе артса, тоже 4 есе артады, немесе h 5 есе кемісе, тоже 5 есе кемейді, бірақ жиді сұрамайды. Өйткені жиі қандай шама? Тұрақты шама. Осы нәрсе мән берейік. Мысалы, мынандай формулалар бар. 3rt бөлінген m деген орташа квадраттық түбірдің астында. От сөзді температура 16 есе артса десек, жылдамдық не сезеді? Ол тоже 16 есе артпайды, ол 4 есе артады. Өйткені номинал бөлігіне тура пропорционал, 16 түбірдің ішіне болғаннан кейін сыртқа 4 болып шығады.